Видеоны көрмей тұрып сіздерге Алмаз Олив деген бауырымыздың арнасын ұсынам, себебі сен бұл арнадан влогтар, челлендждер және тағы да басқа қызықты сапалы видеоларды көре аласың. Арнасына жазылып, 10 000 жазылушы болуына көмектесейік, сілтемесі төменде. Сәлем достар, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Достар, міне видеоның басынан да көріп отқандай, бүгін мен мықты видеоблогер болу үшін қандай қағидаларды ұстану керек екендігін айтам. Ол енді көп емес, енді 3 теория қағиданы айтам, қағида болғанда 3 тәсілін айтам достар. Ендеше бастаймыз. Мықты видеоблогер болудың бірінші тәсілі, сенің бойыңда бір энергия болу керек. Болғанда енді болмайды, саған арғы ішкі түйсігіңнен бір ой келіп тұру керек, идея келіп тұру керек. Мен адай видео салам, көрермендеріме ұнайды ау деген, осыны жақсы қылып шығарам деген идея келіп тұру керек, және де сен хейтерлерге назар аудармауың керек. Бірінші тәсіл осы. Хейтерлер қандай да сөз жаза береді, олар сені көре алмайды. Сенің дамып жатқаныңды көре алмайды хейтерлер. Сен оларға назар вообще аудармауың керек. Оларға жазама, сен кіресің, каналына кіресің да, заблокировать етіп тастайсың да, болды. Удалить етіп жібересің сообщениесін, ойыңнан жоқ қылып жібересің. Хейтерлерге назар аударсаң, сен ютубта вообще дамымай қаласың. Вообще ютуб деген зат. Сен хейтерлерге дым назар аудармауың керек, мықты видеоблогер боламын десең, осы айтарым. Ең бірінші басында 500 подписчик болып келе жатқан кезде, сенде ешқандай да хейтер жоқ сияқты болады. 2000, 3000 подписчик жеткен кезде, сенің комментаріңді ашқан кезде, 10-15 шақты жаман сөздерді көрген кезде көңіл күйің түсіп кетеді бірден. Менде бұрында сондай жайт болған, бірақ қазір ондай жайттар ешқандай да болмайды. Менде көптеген хейтерлер қазір барлығы азайды, барлығын заблокировать еттім. Қазір енді хейтерлер жоқ. Рахмет сіздерге, барлықтарыңыз менің көрермендерім, сүйікті көрермендерімсіздер. Рахмет барлықтарыңызға. Бірінші тәсілі осындай достар. Екінші тәсілі достар, сенің тіл байлығың мол болу керек. Мол болғанда енді камера алдында жақсы сөйлей білуің керек. Вообще ұялмауың керек камера алдында. Мен басында ютубты бастаған кезде камера алдында менің алдыңғы видеоларымды көріп қараңыздар, камера алдында түскен, алдыңғы емес, осыдан мысалға 90 видеом бар ма, 90 видеоның астыңғы 20-шы видеоларды көріп қараңыздар. Кішкене сасқалақтап видео түсірген видеоларым бар, солар көріп қараңыздар. YouTube вообще істемеңіздер. Енді мен басында дамымай тұрып, сөйтіп подписчиктер қараған кезде сөйтіп сасқанда енді біртүрлі болып түсіресің да. Түсіріп атқан кезде ұялып бейт камераға қарауға, бейтіп жан-жаққа бейтіп қарай бересің. Ұялмау керек достар камераға қарауға, камераға қарап видеоны түсіре беруің керек. Екінші тәсіл деген осы, және де тіл байлығың мол болу керек, сөйлей білуің керек, жақсы сөйлеп, көрермендерді өздеріңе тартып білу керек, көрермендерге сені жақсы көру керек, тілің сөзіңді ұнату керек көрермендер. Мысалға ала келетін болсақ, Орка, Алик KZ солардың тіл байлығы өте мол деп айтсам болады, өте керемет сөйлейді видеоларда. Сондайлығынан өте қатты жақсы көреді, барлық подписчик, фанаткалары өте қатты жақсы көреді. Екінші тәсіл осы мықты видеоблогер болудың. Үшінші тәсіл достар, ноутбук болсын, немесе компьютер екеуін біру керек. Сен жақсы монтаж жасауың керек, халықты өзіңе тартуың керек, фанаттарды өзіңе жақын көрсетуің керек. Видеоны сен керемет демей ақ қойын, жақсы музыкалар қосып, жақсы монтаждап үйренуің керек. Білмесең, оны ізденіп, ютубтан қарап, гуглден қарап, ізденіп қалай жасайтын. Сен монтажды жақсы жасауға тырысуың керек. Білмеймін, мен басында монтажды ондай қатты жаса алмадым. Барлық жерден іздедім, қарадым, сөйтіп қазіргі уақытта нормальный монтаж жасап үйрендік. Әйтеуір Құдайға шүкір, барлығын қазір жасап үйрендік. Одан әрі қарай тағы да үйренетініміз өте көп. Үйреніп жатырық, одан да әрі қарай. Сол айтарым. Үшінші тәсіл осындай, жақсы монтаж болса, видеоның качественный болмай қойсын, нормальный монтажбен жақсы сөйлеп білсең, болды. Үшінші тәсіл осы. Ал достар, сіздерге осы менің тәсілдерім пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де осындай затта тәсілдерді менің өзім ойым бойынша осындай тәсілдер арқылы мықты видеоблогер болуға болады достар. Білмеймін, менің өзімнің ойым бұл. Өздеріңіз енді қарайсыздар, осы тәсілдерді қолданып көріңіздер. Білмеймін, жалпы осы тәсілдерді қолданған адамдар жақсы видеоблогер бола аласыздар. Және де начинающий видеоблогерлерге сәттілік тілеймін. Дамыңыздар, ары қарай көтеріле беріңіздер. Айтарым осы. Және де менен пиар алғың келсе, осы сілтеме арқылы өтіп пиар алсаң болады. Сіздермен бірге болған мен, блогер Айбек. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.